Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 35-ші сабақ. Қазіргі роботтар. Арман. Оқушылар, бұл мәтінде әкесі мен баласының әңгімелескенін тыңдаймыз. Яғни диалог тыңдаймыз. Әке, сіз білесіз бе, менің бір арманым бар. Ол өте күшті, қызық арман. Иә, балам, ол қандай арман? Айта ғой. Менің бір роботым болса ғой. Мен ол роботқа үй тапсырмасын орындатып қоямын. Ол менің орныма есеп шығарады, жазу жазады. Қызық, иә? Ал мен болсам, ойнап жүремін. Маған сондай ақылды робот керек. Сенің роботың болады. Әке, сонда қалай? Маған робот әпересіз бе? Жоқ, робот сатылмайды. Оны өзің жасап аласың. Оны мен қалай жасаймын, әке? Енді біраз жылдан соң сендерге мектептен робот жасауды үйретеді. Сол кезде жақсылап үйреніп ал. Сосын сені арнаулы робот жасайтын мектепке қабылдайды. Сол жерде сен өзіңе көмекші болатын роботты жасап аласың. Рас па, әке? Рас. Бірақ ол үшін сен алдымен сабағыңды жақсы оқуың керек. Нашар оқитын бала жақсы робот жасай ала ма? Жоқ, әрине. Нашар оқитын бала робот жасай алмайды. Білдің ғой? Түсіндің бе? Иә, білдім, әке. Мен енді жақсы оқимын. Кейін ақылды күшті робот жасап аламын. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.